Қайырлы күн достар, бүгін бұл видеода біз рекламаның статистиканы қалай көру керектігін үйренетін боламыз. Міне, біздер басты бетте тұрмыз қазір. Енді рекламаның статистикасын сараптамасын көру үшін міне мына жердегі жоғарыдағы үшбұрышты басып, одан кейін управлять рекламой дегенге түсеміз. Управлять рекламой дегенге түсеміз. Енді осыған басамыз. Біздерде ATS менеджер беті ашылады, Ads менеджер беті ашылады. Осы жерде жаңағыдай сізде ашылған рекламный аккаунттардың тізімі тұру керек. Жалпы келесі мына жерде үшбұрышты басып, осы жерде міне сіздерде мысалға, например, бұл бизнес менеджерлер. Сізде егер жаңада рекламный аккаунт ашылған болса, тек қана осы тұрады. Яғни ваш личный рекламный аккаунт деп шығады. Осыны басамыз. Міне, бізде келесі бет ашылды. Осы жерде сіз өзіңіздің жіберген жарнамаларыңыздың статистикасын көре аласыздар. Дәл осылай кіресіздер, және де міне мысалға мынау менің бұрынғы жіберген жарнамаларым. Сіз өзіңізге керек жарнаманы тауып аласыз, яғни сіз бұрын жіберген жарнаманы тауып аласыз да. Мысалға, мен қазір біреуін алайын. Көрейік. Осыны үстіне жағалап птичканы басасыз. Немесе баспасаңыз да болады. Мына жерден посмотреть диаграммы дегенде басасыз. Одан кейін міне оң жағынан бет шығады. Осы жерде бүкіл результатын көруге болады. Менде мысалға мына жерде 130 клик болған, одан кейін 6282 адам көрген. Бұған $6 ақша кеткен. Және де күн, яғни 1-ші желтоқсан күні, 2-ші желтоқсан күні, 3-ші желтоқсан күні қанша нәтиже болғанын көре аласыздар. Одан кейін міне демография, яғни бұл жерде әйел адамдарды, жастары, ер адамдардың жастарын, әр жынысының жаңағы жастары бойынша қанша адам қанша клик жасады, қанша адам көрді, осының нәтижесін осы жерде көресіздер. Міне демография деген бөлімінде. Жалпы 6282 охват болса, соның мысалға 18 пен 24 аралығындағы әйелдер 1186 адам, 1186 адам көрген. Және соның ішіндегі 20%, яғни 26 адам, 26 әйел адам осы біздің жарнамаға өткен, клик басқан, былайша айтқанда. Одан кейін placement. Бұл жерде міне сіздің рекламаңыз Инстаграмға кетсе, Инстаграмның статистикасы шығып тұрады. Facebook мысалы барлығын жіберетін болсаңыздар, мына жерде Facebookқа жіберілмеген, тек қана Инстаграмға жібердік. Осы жерде мысалы Facebooktың да өзінің несі тұрады, нәтижесі тұрады. Дәл осылай мысалға Facebookта әртүрлі болуы мүмкін. 3000, 2000, 4000, 5000 деген секілді. Дәл осылай Инстаграм секілді нәтижесі тұрады. Бұл реклама тек Инстаграм ғана жіберілді. Келесі, доставка ондай аса қатты маңызды емес. Одан кейін жалпы статистиканы осылай көруге болады. Басты беттен управлять рекламайға өтіп, одан кейін өзіңізге керек рекламный аккаунт таңдап, соның ішіндегі жарнаманы көресіздер. Бүгінге осы сабақ бітті. Алда тағы да басқа да видеолар шығады. Ол үшін каналға тіркеліп қойсаңыздар, сіздерге видеолар келіп отырады.